Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі рецепт сіздермен өзімнің дастарханға жасап көрген гармошка самса үлгіммен бөліскім келіп отыр. Бұл самсаны жасау көп уақытты талап етпейді, көп қаражат та қажет емес, арасына көп зат та кетпейді. Бастысы өте дәмді шығады. Ол үшін бізге қоспадан бар жоғы 350-400 грамм ұн қажет болады. Ұнның үстіне 150 грамм майды, сары майды, маргарин да болса болады, майлылығы жақсы болса болды. Бастысы ерітіп құйып, үстінен бір шай қасық тұз салып, оның үстіне үй температурасында тұрған 300 грамм су қосып, қамырды жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз өте қатты да емес, өте жұмсақ та емес. Керемет қамыр шығады. Құрамында маргарин болғандықтан қамырыңыз эластичный, жылтыр, керемет қамыр шығады. Бұл самсаның басқа самсалардан өзгешелігі түрі де басқаша көрінеді. Оңай жасалады. Бастысы дәмді, тез, уақытты көп талап етпейді және дастарханыңызға керемет көрік береді. Арасындағы салмаларын да әркім өзіне қалауынша алса болады. Етпен жасасаңыздар да тіпті керемет шығады. Мен енді асқабақпен жасадым, себебі қазір күз мезгілі, асқабақты да көптеп қолданған жақсы. Жалпы қандай жеміс көкөніс түрлерін өз мезгілінде жеген жақсы. Міне қамырымыз иленіп болды. Иленген қамырдың үстінен аздап сұйық май құйып, илеуін қандырып, қайта жақсылап уқалап, демалдырып, 10-15 минутқа тындырып қойсаңыздар, демалған қамыр әдемі болып жайылады. Міне, қамырымыз дайын. Келесі кезек бізде арасына салатын салмасы. Салманы да әркім өзінің қалауынша көкөністермен істеймін, етпен істеймін, жай ғана картоппен істеймін деген кісілер әркім өзінің қалауын, өзіне ұнаған салманы салуға болады. Мен жоғарыда айтып өткенімдей, күз мезгілі болғандықтан мен асқабақтан жасағанды дұрыс көрдім. Және бір айта кететін нәрсе, үлкен кісілерге жасайтын болсаңыздар ұсыныс, арасындағы салмасын өте қатты пісіріп қуырмасаңыздар да 1-2 майға аунатып, шамалы пиязын өлтіріп, етпен істесеңіздер де етті жартай қуырып алған дұрыс. Себебі қамыры өте жылдам піседі. Арасы піспей қалады деген сөз емес, піседі. Жалпы қуырып майға аунап піскен салма керемет дәмді шығады. Мен олай жасаған жоқпын бұл жерде. Жай ғана өзіме керекті мөлшерде пияз алып, майдалап турап, асқабағымды да өзіме ыңғайлы етіп 4 бұрыш майдалап турап алдым. Оның үстіне құйрық қосып, оны да турап алдым. Құйрығын егер құйрық майды көптеп салсаңыздар, өте майлы, керемет болып шығады. Жай ғана турап салсаңыздар жеткілікті. Басқа самсаны жасағанда біз қамырын алдын ала жайып, арасына май жағып, оны орап, қайта жайып жатамыз. Бұл самсаны олай жасамаймыз. Өте оңай. Достар, сіздердің көпшілігіңіз менің каналымда тіркелмесі қарайды екенсіздер. Тіркеле кетіңіздер, мені жоғалтып алмас үшін сіздермен керемет әртүрлі қолжетімді үйде бар заттармен керемет дәмді тамақтар жасау рецептімен бөлісуге әрдайым асығамын. Сіздердің әрбір басқан лайк, комментарийларыңыз мен үшін үлкен шабыт сыйлайды.
келесі рецепттер бөлімінде көргілеріңіз келетін рецепті де жаза кетіңіздер. Сіздермен әрдайым рецепт бөлісуге асығамын. Рецепт алып болғаннан соң лүпілдеріңізді аямаңыздар. Міне біздің арасына салатын салмамыз дайын. Дәміне қарай тұз, бұрыш, аскөктерді ұнататын кісілер әртүрлі дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Мен жай ғана тұз бен бұрышты алдым. Мінекей салмамыз осымен дайын. Келесі кезек біз қамыр жаю кезеңіне кірісеміз. Қамыр жаю бұл самсаның ішіндегі ең басты этаптың бірі. Міне қамырымыздың илеуі қанып, керемет жұп-жұмсақ болып дайын болып тұр екен. Енді өзімізге ыңғайлы етіп 4-5 суалаға бөліп аламыз. Суаланы мәселе жаюда емес бұл жерде. Өте үлкен болып кетсе де бізге орауымызға өте күрделі болып кетуі мүмкін. Сол себепті 4-ге, 5-ге бөліп алып жайған жақсы. Мен бұл жерде суаламды бар жоғы 4 бөлікке бөліп алдым. Егер сіздерге самсаның көлемі саны жағынан көп қажет болатын болса, ингредиентті соған қарай көп қылып қосып илей бересіздер. Міне қамырымызды енді жаямыз. Қамыр барынша жұқа жайылу керек. Жыртылып кетпейтіндей етіп, асықпай, өте қатты салмақ салмай, сағаттың тілімен оң жаққа қарай айналдырып жая бастаймыз. Ұрпақты арасында ұмытпай мол-молдан салып отырсаңыздар, қамырларыңыз жабысып қалмайды. Қамыр жаюдың да өзінің техникасы бар. Бір жаққа қарай айналдырамыз. Әр айналдырғанда әр жерге әр қарай емес, бір ғана сағаттың тілімен оңға қарай айналдырамыз. Және ортасын баспай, тек қана екі шетінен салмақсыз айналдыра бастаймыз. Қамыр өзі керемет біркелкі болып жайылып шыға келеді. Қамырымыз дайын, асты жұмсақ жұқа екені астындағы суретінен ақ көрініп тұр. Оқтаудың екі жанын қолдың көмегімен ортаға жинап, дастарханның бетіне бір шеттен жазып шығамыз. Біздің гармошка қамырымыз осымен дайын. Ортадағы соңғы айналдыратын кезде барынша ұрпақ сеппеуге тырысыңыздар. Міне гармошка қамырымыз дайын. Енді арасына салмасын саламыз. Салмасын әрқайсының арасы 1-2 сантиметр алшақтау болса жеткілікті. Алғашқысын мен өте ұзақ алшып қойдым. 2-3 сантиметр алшақтықта орналастырып салсаңыздар жеткілікті. Бастысы, біз бір жасағаннан бірнеше самсаларды бірден түйеміз. Бұның оңайлығы да осы тірлікті өндіреді. Екі жанның әр самсаның ортасын осылай саусақтың көмегімен жинап шығамыз. Барлығын жинап біріктіріп алғаннан соң пышақпен бөліп шығамыз. Және әрқайсысын қайтадан ашылып кетпес үшін саусағымызбен жақсылап қысып шығып, келесі бетке айналдырып табаға орналастырамыз. Табаға орналастырғанда арасы қатты жақын болып кетпеу керек. Алшақтау болып орналастыра беріңіздер. Және пешті алдын ала қыздырып 250 градуста пісіріңіздер. 350 градуста емес, міне айналдырып саламыз. Гармошкасы астында көбірек болғандықтан оны беткі қабаты етіп ораған тұсымызды астына келтіреміз де бетіне шағылған жұмыртқаға сұйық май немесе сүт қосып араластырып жағып шығамыз самсаларымызға.
безендіру мақсатында бетіне қалағандарыңызша мак, кунжут сепсеңіздер болады. 250 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Тура осы менің рецептіммен жасасаңыздар, дәл осындай керемет самса шығатынына кепілдік беремін. Менің рецепттеріммен жасап көріп, отбасы мүшелеріңізді қуантып, дәмді астар мен дастархандарыңызды толықтырыңыздар. Менің каналым көбінше жас келіндерге көмек, әсіресе жас ұл-жып келіншек болып түскен кезінде қандай ас әзірлеп өзімді көрсетсем екен жаңа қырымнан деуші кісілерге таптырмас көмек құралының бірі болып табылады менің каналым. Дәл осындай керемет ас әзірлегіңіз келсе, менің каналыма тіркеле кетіңіздер, лайк басып, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Отбасыларыңызға дәмді тамақтар жасап беріп, керемет әңгіме құрыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен, Гүлдана Саухенбаева. Келесі рецепттерде жолыққанша сау болыңыздар.